Сәлем баршаңызға, сіздермен тағы да логопед Дариға Рымғабылқызы. Сіздермен бүгін біздер нүктелі массаждың пайдасын және нүктелі массажды қалай жасаймыз, ол қай органдарға жауап береді, қай нүктенің қызметі қай органға жауап береді және олар қай жерде орналасқан, осы бүгін видео сабақтан сіздерге айтатын боламын. Яғни міне бізде манекен алып отырмын. Манекеннің басы бізде, яғни мен сіздерге белгілеп қойдым алдын ала нүктелердің барлығын, және қазір таныстыратын боламын сіздермен бұл нүктелердің қызметі қандай және қандай органдарға жауап береді деген сұраққа. Олай болса, барлықтарыңыз дайын болсаңыздар, кеттік. Бізде адамдардың басының қақ ортасында мінекей мынандай нүктеге массаж жасауымыз тиіс. Бұл дегеніміз қытайларда айтады, жизненный тонустың точкасы деп те жатады. Яғни бүкіл барлық нәрсеге жауап беретін, бас мидың сигналына жауап беретін осы нүкте. Бұл нүктені қалай табамыз? Баланың құлақ тұсынан екі ортаңғы саусақпен ұстап, бас бармағымызды қоямыз. Осы кездегі нүктені, дәл осы саусақтардың кездескен нүктесі бізге бас ортасындағы нүкте болып саналады. Сол нүктені ақырын баса отырып массаж жасаймыз. Қатты баспаймыз, батыңқырап массаж жасайтын боламыз. Яғни бір жерге 30 секундтай массаж жасап тұруымыз керек. Жалпы балаға массаж жасаған кезде 15 минуттан бастаймыз. Одан кейін ары қарай 20, 25, 30 минут деп ары қарай 30 минутқа дейін көбейтсек болады. Енді келесі нүкте, сіздер өздеріңіз көріп тұрғандай, мына дәл екі қастың ортасында орналасқан нүктеміз бар екен. Бұл не нүкте? Бұл нүкте расслабляющий точка деп аталады. Балада ұйқысыздық болса, ашушаңдық болса, әртүрлі жағдайлар болса, енді көңіл күйіне байланысты, түсуіне байланысты, осы нүктені батыңқырап массаж жасау арқылы біздер баланы тыныштандыра алады екенбіз. Және де мына екі қастың қас орналасқан, осы қастың астында да бізге жаңағыдай баланы тыныштандыратын, яғни расслабляющий точкалар орналасқан. Өздеріңіз де байқасаңыздар, кейде осы қастың астына бүйтіп массаж жасап, қасымыз бүйтіп көтерген кезде адамның ұйқысы келгендей, немесе бір сондай бір сезім болады. Яғни осы жерде бізде расслабляющий точкалар орналасқан екен. Енді мына екі мұрынның екі шетінде орналасқан нүкте. Бұл нүктелер не нүктелер? Яғни бұлар бізде тыныс алуды жақсартуға жаңағы жасалатын осы нүктелер екен. Осы нүктелерге біз массаж жасау арқылы баланың тыныс алуын жақсартамыз, тынысын ашамыз. Яғни осы нүктелер тыныс алуды жақсартуға арналған нүктелер болып саналады. Енді қастың жаңағыдай екі жағында орналасқан мынандай екі нүкте бар. Бұл яғни қаспен не дейміз, шаш өскен жерге дейінгі, самайға дейінгі ортасында тұрған нүкте. Бұл нүкте басыңға сигнал жіберетін нүкте болып саналады. Яғни бұл нүктені де жаңағыда қолымызбен батыңқырап отырып жасаймыз. Яғни бұл басыға сигнал жіберетін басты нүктенің бірі болып саналады. Келесі нүктелер бізде еріннің айналасында орналасқан, екі шетінде, астында екеу және үстінде екеу. Бұл дегеніміз, мысалы, балаларда ерін бұлшықеті әлсіз болса, еріндік дыбыстарды айта алмаса, немесе сілтияу болса, соған байланысты ерін бұлшықетін жақсартуға арналған нүктелер. Яғни екі қолмен бір-біріне қарата отырып, әр бағытта осылай нүктелі массаж жасайды екенбіз. Және еріннің астында да орналасқан. Оғанда массаж жасаймыз. Массаж жасағанда міндетті түрде қолымыз таза болу керек. Спирттап, одан кейін крем жағып, балаға массаж жасаймыз. Бетке массаж жасаған кезде міндетті түрде перчатка қолданбаңыздар, себебі сіздердің биоэнергетикаларыңыз балаға берілу керек. Егер перчатка киіп алып массаж жасасаңыздар, ол ешқандай энергетикаламайды және балаға онша әсері болмайды. Сол себепті қолымыз таза,
және крем жағып барып балаға массаж жасайтын боламыз. Одан кейін мына құлақтың түбінде орналасқан, алдыңғы жағында сырғалы дейді, сырға тағатын жер ғой, сырғалық дейді. Осы сырғалықтың алдында екі нүкте орналасқан. Бұл біздің алдыңғы жаққа жауап беретін нүкте, яғни біздің алдыңғы жақ бұлшық етімізге жауап беретін нүкте екен. Кейде балалар болады, ауыздан толық аша алмайтын балалар болады, соларға яғни осы нүктелі массаж жасау өзінің септігі бар. Келесі, бұл осы құлақтың артында орналасқан тағы нүктеміз бар. Бұл бізде яғни сырғалықтың артқы жағында деп аталады. Мынау бағанағы алдыңғы жағы осы, келесі артқы жағында. Бұл баланың бірінші астыңғы жақтың бұлшық етін қатайтуға арналған. Сонымен бірге балаларда аузын айттық қой, толық аша алмаса, соған байланысты жасалады. Бұлшық ет, яғни шайнау бұлшық еттері деп айтамыз, соған жауап беретін нүктелер. Одан кейінгі бізде тіл түбі дейміз. Тіл түбіне жасайтын массаж жасалатын нүкте. Осы тіл түбіне өздеріңіз білесіздер, баланың тілінің иегінің астына қолыңыз салсаңыз, кәдімгі шұңқыр, саусақ сиятын шұңқыр болады. Соған қолымызды батыңқырап тілдің түбіне массаж жасайды екенбіз. Енді біз аузын ашып тілдің түбіне жасай алмаймыз ғой, себебі балада лоқсып, құсу болады, жағымсыз әсер болады. Сол үшін бала емес, тіпті ересектерге де ол ұнамайды, жағымсыз болады. Сол үшін біздер тілдің түбіне массаж жасау үшін осы нүктемен қойып қолымызды сағат бағытымен өйстіп батыңқырап, кішкене саусағымызды кіргізе отырып массаж жасайды екенбіз. Сонда ол тіл түбіне массаж жасалады. Мінекей сіздер нүктелі массаждың қыр-сырын білдіңіздер деп ойлаймын. Міне осы арқылы біздер нүктеге массаж жасай отырып, сол органға жауап беретін нүктелерге массаж жасау арқылы сол органға сигнал жібереді екенбіз. Яғни осы сигнал жіберу арқылы біз сол дәл органға дамуына, жақсаруына септігін тигізеді екенбіз. Сіздермен болған тағы да Дариға Рымғабылқызы. Сау болыңыздар.